Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге сметанник пирогын бірге жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұнның үстіне қант қосамыз және жарты шай қасық ас содасын саламыз да қасықтың көмегімен жақсылап араластырып шығамыз. Және одан соң оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды қосамыз да қолымызбен үгітіп шығамыз. Одан соң барып үстіне 2 жұмыртқа қосамыз және де толықтай қамыр иіліп шығамыз. Міне бізде осындай толықтай қамыр иіленіп шықты. Өте нәзік, өте жұмсақ. Арнайы осылай пісіретін ыдысқа саламыз да жан-жағын осылай кішкентай стаканның көмегімен жайып шығамыз. Салмасы дайын болғанша холодильникке қойып қоямыз. Салмасына қаймақ, қант және жұмыртқа пайдаланамыз. Ең алдымен ыдысқа қаймақты саламыз да венчикпен араластырып аламыз. Оның үстіне қант саламыз. Тағы да араластырамыз. Және келесі кезекте 3 жұмыртқаны бірден жарамыз да қаймақтың үстіне саламыз. Одан соң венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бір ескеретін жайт, ол миксердің көмегімен араластыруға болмайды. Тек қана венчиктің көмегімен араластыру қажет. Себебі біздің қаймағымыз өте сұйық болып кетеді, пирогымыз шықпай қалуы әбден мүмкін. Міне біздің салмамызды құйдық. Енді 180 градуста 20-30 минуттай пісіріп аламыз. Мен 20 минуттай пісіріп алдым. Өте әдемі, өте жұмсақ, өте нәзік болып шықты. Барлық жері толықтай пісті. Дастарханның ең күшті керемет сәні болып табылатын пирогтардың бірі ретінде айта аламын. Өте әдемі болып шықты. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер. Видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.